Паскаль заңын қолдана отырып, біз күштен бірнеше есе ұтыс ала аламыз. Бұған мысал ретінде гидравликалық машиналарда қарастыруға болады. Мына бірінші суреттен гидравлик машинаның схемалық түрі. Екі цилиндр ішінде сұйықтық бар. Мысалға техникалық май. Екеуінің аудандары екі түрлі, түсіретін күштері екі түрлі. Осы қатынас ыдыс бізде гидравликалық пресс деп аталады, немесе гидравликалық машина. Яғни біз мына кіші ауданға күш түсіру арқылы F1 күшті, ол қысым беріледі, Паскаль заңы бойынша P1 тең P2, және осы қысым арқылы ол үлкен ауданға әсер етеді. Қысым бірдей болғандықтан P1 тең P2, ол қысым деген F1 S1, F2 S2. Бұдан біз F2-ның F1-ге қатынасы, S2-ның S1-ге қатынас аламыз. Бұдан көретініміз, аудан қанша есе үлкен болса, күштен сонша есе ұтыс аламыз. Яғни, гидравлик машина арқылы біз күштен ұтыс аламыз, бірақ қашықтықтан ұтыламыз. Сонымен қатар, төмендегідей қатынастар орындалады. Күштердің қатынасы F1 F2-ге олардың орын ауыстыруына кері пропорция. Осы күштердің қатынасы олардың аудандарына жаңа айтқандай тура пропорция, және аудандардың қатынасы олардың орын ауыстыруына кері пропорция. Осы үш қатынас арқылы кез келген есепті шығаруға болады. Мысал ретінде, мұнда бізде велосипедтің гидравликалық тежегіші. Яғни қолдың саусақтың ұшымен біз жылдам келе жатқан велосипедті тоқтата аламыз. Келесі суретте мұнда бізде станок, яғни қысады. Әртүрлі металда беттерін қысу арқылы бір форма келтіріп дайын өнім шығарады. Мұна бізде көріп тұрмыз тракторды, мұна трубкалардан май ағады. Мұна трубкалардан. Осы арқылы ол құттай ауданға әсер ету арқылы үлкен ауданға күш түсіріп, бізде жұмыс жасайды. Сонымен гидравлик машина күштен ұтыс алу үшін керек, ол Паскаль заңына негізделген.